Жалғастырамыз, достар. Жалғастырайық. Келесі сұрақ. Бізге ортақ қасиеттер мен айырмашылықтар қандай деп ойлайсың? Ортақ қасиеттеріміз, мне кажется, көп сияқты. Ал ондай неміз? Артықшылықтарымыз ба? Ерекшеліктеріміз. Ортақ қасиеттерге, мне кажется, неміз жататын сияқты. Екеуміздің кішкене общение ұстайтынымыз ұқсап қалатын сияқты. Екеуміз де кішкене не сияқтымыз. Сразу кіріп кетпейтін сияқтымыз. Неге? Компанияға сразу кіріп, еніп кетпейтін сияқты көрінеміз. Ұқсастықтар жағымыз. Екеумізге де сабақ, ілім алу, даму приоритетте. Ну, вообще, мектеп кезінен сондай сияқты, екеумізде де. Кітап оқу, седе даму деген сияқты. Бірақ немізден мен сәл қиялилау сияқтымын, сен более реалист сияқтысың. Реалист болған жақсы достар. Мен более романтизациялаймын, сондай кішкене сондай бар. Ал сол жағынан сияқты. Ну, сен енді таңдаған пәніңде жаратылыстану бағыты ғой. Сол жағынан сияқты. А тебе-то тоже кажется. Сондай сияқты өлең алмайдыр. Жарайды. Келесі, қандай кітап, фильм немесе музыка сені ерекше шабыттандырады? Мені ма? Мен ең қатты жақсы көретін фильмім это «Привет, Джули». Сосын мен оны жылына бір рет көремін. Мелодрама емес пе? Мелодрама. Но андай да, мен мелодрама болған үшін емес. Ол жақта қыз андай қыз да, мықты қыз да, и сабағын күшті оқиды, и андай не. В общем, бар ғой, батыл қыз. Принциптерінде тұралады. Мысалы, ең қатты ұнайтын сцена это когда ағашты кеспеу үшін, ағашты қатты жақсы көреді, ол ағашты. Ағашты кеспеу үшін үстіне шығып алады, и газетке шығады. Андай мықты қыз. Из-за этого мен ол фильмді қатты жақсы көремін, и қайталап көре бергім келеді. Мен ол есімде жоқ, көрдім бе, көрмедім. Көрген сияқтысың сен. Сол фильм қатты есімде. Ал фильмнің Танагөз, вообще көркем шығармадан Танагөз, Оралхан Бөкейдің өз отынды өшірмесі. Танагөз достықты күшті суреттейді, андайды. Мне кажется, достық кейбір кезде махаббаттан да жоғары тұрады. Достық это вообще бұл өмірде, мне кажется, достықтың дамын. Бір адам тартып көруге тырысу керек. Шынайы достықтың деп ойлаймын енді. Өзім солай ойлаймын. Сенің? Музыка ше, музыка. Музыка қазіргі кезде Лана Дель Рей. Міне Лана Дель Рей маған андай мұңдың королевасы, былайша айтқанда. Өте нәзік, өте мұңды деген сияқты. Сол ұнайды. Бірақ негізі Орынханның әндері көбірек ұнайды. Ескі әндері көбірек ұнайды. Ескі әндердің бәрін жақсы көремін. Қазақтың ескі әндері. Соңғы кездері қырғыздың ескі әндері тоже ұнап жүр айтпақшы. Күшті. Егер уақытың мен ресурстарың шексіз болса, қандай іс бастар едің? Қандай іс? Бизнес. Шексіз болса. Шексіз болса ма? Шын айтайын, бизнес бастар едім. Ресурстарың шексіз болса. В общем, не салатын едім, айтайын ба? Кофейнялар салатын едім. Кофейня, в общем, оның жұмыстары көп просто. Кофейня, кітаптар араласқан, сондай салатын едім. Гүлдер дүкенін ашатын едім. Просто ондай ақшам жоқ. Ну, айтып тұрған ресурстарың шексіз болса. Ресурстарым шексіз болса, сол гүлдер дүкенін ашатын, кофейнялар көбірек ашатын едім. В общем, кітап клубтарын дамытатын едім. Өзім мұңғыш кітап клубым болатын едік деп ойлаймын. Егер сондай болатын болса. И өте көп саяхаттайтын едім. Сен? Өзің туралы айтып отыр. Мен де өте көп саяхаттайтын едім. Одан кейін қайырымды істерді орындайтын едім мүмкін. Ол не болуы мүмкін? Ол мейлі негізі мен өзім енді медицинада болғаннан кейін мүмкін халыққа қолжетімді тегін жаңағы қызмет көрсететін медициналық орталықтарды салатын едім, оларға қолжетімді, ол жерде барлық аппараттардың барлығы толық қамтамасыз етілген болуы мүмкін. Мүмкін басқа мешіт салатын едім мүмкін. Қайырымды істер сондай бір артына дейін айтады ғой, сауабы неғылатын, саған жазылатын дейді ғой, сондай істерді орындайтын едім мүмкін. Айтады күшті. Достар көрдіңіз бе, кішкене дүниелік зат, ақыреттік зат деген сияқты ғой. Жарайды. Өміріңдегі ең ерекше саяхат немесе қызықты оқиғаң қандай? Ең ерекше саяхат ба? Қызықты оқиға. Сен Турцияға бардың ғой, сол кезде қандай қызықтар болды? Өзіміз бір-ақ елге шығып көрдік десей. Жарайды, екі елге Қытай бардым. Вот маған бірақ Қытайда қатты көп естеліктер қалған сияқты. Айтсай? Потому что ол жақта енді туысқандарымыз бар. Андай болды, олардың күнде бір күніміз бос болмады. Таңертең машина келеді, алып кетеді, андайда согыңды алып береді, көңіліңе қарайды. Біз қазір кішкентай бала сияқты болдық та олардың алдында ше. Мен жасым 21-де, но түрім бала ғой енді. Жасым 20-да, бірақ сол кезде 20-да болдым.
бірақ андай олар андай да қарапайым сондай. Әрине енді арасында да басқаша дүниеге адамдар бар енді. Кішкене қазақтықтан айырылып қалған адамдар да бар. Сондай туысқандарымыз да болды. Бірақ көбісі енді былайша айтқанда сондай бір қазақилық, қарапайымдылық деген сияқты да ше, иле салу деген сияқты нәрселер өте көп. Сол бір қатты есімде қалған болатын. И андай сол кездегі сәтте есімде қалыпты. Туысқандармен отырып деген сияқты, қыдырып деген сияқты. Жайлауда табиғаты да күшті өте, сондай бір нағыз қазақилық сол жақта бір көргендей болдым. Біз просто сол нәрсемізді жоғалтып алған сияқтымыз, сондай бір қарапайымдылық, дархан мінезділік деген нәрсені. Сол өзіңде ше Түркияға қосайық. Мамам өзі бір ана Түркияға барғам деп па. Иә, ол кезде ондай бір керемет қызықты нәрселер мүмкін болған шығар, есімде жоқ. Бірақ бір нәрсе есімде, андай болған. Біз Каппадокияға барамыз ғой. Сол кезде бір түрік ағаның машинасы болды. Ропрозена Барбидің машинасы болады ғой. Тура сондай машина, Ропрозы, тура Барбидің машинасы болды. Көп кішкентай сүйкімді. Мен анаға өтіп бара жатырмық қой жолдан. Мен андай Донералыға ма соған шыққанбыз, неден хостелдан шықтық. Хостел ма не дейді. Иә, гостиницадан шықтық. Сөйтіп сол жерде ана машинаны көріп қалам и барамын да, типа, қандай күшті деп айналып көріп жатырмын ана машинаны. Үстіне деп ана суретке түсіріп жатырмын. Сосын ана кісі түрік ағай ар жақтан келді да, бірдеңе деп сөйлеп келді да. Андай ақкөңіл сондай кісі болды. Ақкөңіл сондай кісі болды. Сосын келді да маған отыр деп отырғызып не істеді. Андай мамам түсіріп жатыр еді ғой мен суретке. Сосын тұрды да телефон алды да мен түсіремін деп. Былай да түсірді, былай да түсірді, былай да түсірді. Жоқ, андай үлкен ағай ғой. Иә, жоқ, ондай бағалай жатқан жоқ. Иә, андай не болды, андай білмеймін, бір ана кісі андай сондай бір мейірімді ақкөңіл кісі болды. Соған қарап андай күшті болып қалдым ау деп ше. Ұялып жатырмын, бірақ суретке түсіріп, бүйт сөйт деп сөйтіп даже айтты маған, не деді, кажется, андай типа не қылайын ба деген сияқты. Давай сен айдап жүріп қайтамыз деген сияқты. Жоқ, рахмет дедім да, сонымен болды деп кеткенбіз. Сол кезде андай мәз болып қайтқам. Сол есімде қалыпты. Мен есіме тағы бір нәрсе қалған айтайыншы, Түркияға байланысты. Мен қатты ауырдым, в общем, ауырып жатырмын, көзімнен жылап жатырмын, автобуста тұрмын да жылап жатырмын, потому что қатты ауырып жатырмын. И андай да отырғым келіп жатыр, бірақ бос орын болмады да. И көзіме жас шығып жатыр. Сосын бір ата маған орын берді. Неден ауырдың сен? Қалай ауырдың? В общем, асқазаным қатты ауырды. Не екенін білмеймін. Тамақтар жақпады. Может, тамақ жақпады или білмеймін, в общем, қатты ауырдым. Андай бүгіліп жүрдім да, всегда ше. И сосын ана бір ата орын берді да, в общем, тұрып орнын берді да бір ата. Деді андай қызым деп ше, в общем. Сосын кейін екінші бір апай маған не берді, қолындағы суын берді. Сыртынан түрінен көрген уже қиналып, мен уже жылап жатырмын ғой. Сосын екінші апай маған су берді. Сосын кейін мен тағы да кемеге отырдым, әлі ауырып жатырмын ғой. Сол кезде маған кім не берді? Бір хиджаптағы қыз колония деп айтады, андай лимонный су да оларда ше, андай всегда любой затта жағады да олар. И маған соны қолыма берді. И мен бүйтіп қолыма істеп иіскеймін ғой, как будто миым андай тынышталып қалғандай болды да ше. И сосын кейін мен андай не істеймін да, деп жағып алдым да, қайтарып беріп жатырмын да енді ше. Жоқ, сізде қалсын деді да. Сосын мен деп андай вообще қатты жүрегім жылағым келіп кетті ше. Сол кезде есіме қалып деді бақшы. Андай ма, типа барлық адамдар саған жәрдем етіп сөйтіп жүрген кезде андай күшті, иә, типа. Бірақ Алланың тұрғанын білесің ар жақта. Бірақ адамдар саған сөйтіп жіберіп жатыр да, күшті. Адамдарды сөйтіп қояды екен. Күшті. Мен де сол кезде тағы да Қытайға барған кезімде есімде, біз былтыр менің туған күнімде бардық қой. 3 январьда барғанбыз. Туған күннің келесі күні барғанбыз. Сол кезде мен де сен сияқты неге Қытайға барғанда ауырып қалдым, қатты ауырдым. Бұрын ауырмаған. Мен ол ауруды жұқтырып алғаным, ана соңғы рет бізде цикл не болды. Жұқпалы аурулар, балалардың жұқпалы аурулары болды. Сол кезде бізге пациенттер бөліп береді ғой балаларды. И менің балам көрмен и ветрянкамен 2 пациентім болды. Біреуі шығып кетті, сосын екіншісі ветрянка пациент алам. Сөйтіп балаға барып жүремін, бірақ маска тағып жүргенмін. Қалай жұқтырып алғанын білмеймін. Ауамен беріледі ғой бәрібір. Сөйтіп одан жұқтырып алам, одан кейін бізде инкубационный период жүреді. То есть арасында жұқтырып алдым, ол сразу ересі күні жұқтырмайды ғой ауру. Ол 10-15 күн жаңағы ветрянканың инкубационный период сондай да. И уже арада сондай уақыт өтті. Уже мен демалыс уақытым, уже сабақты бітірдік, уже демалысқа шықтық біз. И жаңағы Қытайға саяхаттауға барамыз отбасымызбен, сөйтіп не істейді. 3-і бардық, 4-і 5-і уже бір 3-ші күні менде шығып тұр уже. Менде басталды, біз оның алдында неге бардық?
шаңғы тебуге бардық, и мен ойладым келесі күн температура жатып қалдым, ойладым типа суық тиіп қалды маған деп ойладым. Жоқ, оказывается мен неғып жатыр екенмін, ауырып жатыр екенмін, уже менде денеме сыптар шығып бастады, сөйтіп бүт денеме шығып кетті. И одан кейін мен суретке түсе алмаймын барған жеріме. Ну, қыдырып жүрдік, апарып жүрді, тек маскамен и шарфтарын бетіме оралбаған, даже түрім быт түріме дейін бәрі шығып кеткен, шаштарым айден шығып кеткен, ветрянка деген. Сөйтіп сондай болған. Бірақ андай өте жаман екен, саяхаттаған кезде енді андай болады ғой, суретке түскің келеді, андай настроение болмайды ғой, андай қатты әлсіреп қалғансың деген сияқты ше, өзің жаман сезініп жүресің ғой. Сол жаман екен. И содан қайттым, қайтып уже қайтатын уақыт болған кезде уже ақырындап жазылып бастай бастадым ғой. Келесі сұрақ. Егер басқа мамандық немесе сала таңдайтын болсаң, кім болатын едің дейді. Химик болатын едім. Вообще негізі мен химиядан мектеп кезінде қатты маған ұнаған сабақтардың бірі болған, қызық сабақтардың бірі. Химия өте қызық. И мен әлі де ойым бар негізі химия оқып алу. Сондай бір ойым бар, ағылшын білсем деген сияқты. Химия просто андай да бізде ауызша ғана сондай көрсетеді, негізі ол практиканың сабағы ғой. Мне бы хотелось реакциялар жасап, сондай нәрсе жасап көргім келетін еді. Негізі өте қызық. Химиядан жаңалықтар ашуыма білмеймін егер сондай химияны оқығым келеді өз басым. Немесе физика. Физика тоже қызық сияқты маған. Физиканы бір адам қызықтырған сияқты сізге. Жарайды. Мен мүмкін шығармашылыққа баратын едім, өнерге. Осы кезде айтатын едім. Жоқ, шынымен де менде Құдай маған талант бермеді емес, мүмкін бар да шығар, может шығармай жатқан шығар, білмеймін. Бірақ андай әнші болу емес, бірақ бір аспапта ойнағым келеді. Күшті. Ол да терапия сияқты, мысалы пианино болсын, басқасы болсын, бір күшті сияқты, бір күшті терапияның бір түрі сияқты. Вот солай. Сондай аспапта ойнап көргім келеді, және ол менің кәдімгідей әлі күнге дейін балалық арманым, или қазіргі арманым, білмеймін. Өнер адамдардың вайбтары вообще басқа ғой, шабытты оқитын адамдар мүлдем басқа сөйлейді. Мен мысалы енді қазір өзім картидім десек, уже кеш сияқты болып көрінеді маған, уже қазір андай үйренуім де қиынға соғатын сияқты. Сол үшін мені болашақта балаларымды бергім келеді өнерге. Хотя бы жоқ дегенде бір аспапта ойнай алатын, мүмкін ол домбыра болсын мейлі да. Вот солай. Домбыра, ол да жақсы ғой домбыраны, өзі сен айтып ойнай аласың. Келесі сұрақ. Қандай қиындық сенің тұлға ретінде өсуіңе әсер етті? Десеңді, жұмыс десеңді. Осы жылы қатты байқалып жатыр десең. Иә, қатты байқалып жатыр. Мне кажется, сол жұмыс сияқты. Адамдармен қарым-қатынас жасау әрдайым маған қиын. Өйткені өзім интроверт болғандықтан, каждый адам мінезін көтере алмайтындықтан өте қиын. Бірақ осы нәрсе мен түсінемін уже. Бұрынғыдан қарағанда ашыла түскем. Бұрынғыдан қарағанда не бола түсем. Адамдармен қалай сөйлесу керек екендігін, олардың не қалайтындығын біле түскем да ше. И андай да эмоциональный интеллектім дамыған, қарым-қатынас жасай алуым дамыған. Бұрынғыдай андай томсырайып отырмайтын болған да. Сол жағынан енді көп көмектесті деп ойлаймын. Вообще-то негізі керек қой, өте керек. Ертеңгі сен тұрмысқа шықсаң да, ол жақпен де туысқандармен де деген сияқты әлі ара қатынасты дұрыс ұстай білу үшін өте керек қасиет. Сонымен сол қасиет енді дамып жатыр менде. Бірақ қиыншылықпен, көз жасымен солай дамып жатыр. Оңайлықпен келіп жатқан жоқ. Оңайлықпен келіп жатқан жоқ. Шынымен де қарым-қатынас, коммуникация адамдармен өте маңызды. Ол да бір өнер сияқты шынымен де. Иә, өнер. Ол өнер еще болса, сен көп нәрсеге жетістікке жете аласың. Кейбір адамдар ондайға не ғой, бар да негізі андай сөйлеп қалған ашық қыздар, оларға ашық қыздар, ашық адамдар оған жақсы да, бірақ интроверттер үшін ол өте кішкене қиын сияқты. Сенде тоже? Маған не әсер етті? Маған мүмкін не сияқты, отбасымыздан бөлек шықтық қой, енді біз студент болған кезде, бірінші курс, екінші курста шықтық қой бөлек. Сол кезде кәдімгі жауапкершілікті сезініп, уже андай ғой, өз-өзіме жауап беретін тек қана өзім екен, өз-өзіме қарайтын тек қана өзім екен, сол кезде түсінген сияқты болдым. Бөлек шыққан кез мен үшін сондай бір жауапкершілік алып, бірақ бұрында ондай болды ма білмеймін ше. Сен интернет кезінде бар шығар деп ойлаймын. Интернет кезінде сол бар сияқты мүмкін, иә. Мүмкін ол болмаса, сен осознанно енді түсінген сияқты. мүмкін не болудан мүмкін әсер еткен тағы бір. Больницада жұмыс істедім ғой мен кезінде, 4-ші курста больницада жұмыс істедім. Вот сол кезде жаңағы сен сияқты ол да маған бір жаңағы қоғаммен қарым-қатынас орнату деген нәрсені тоже маған үйреткендей болды. Солай. Жақсы. Келесі сұрақ.
Сұрақтарың көп екен. егер өзіңді бір кейіпкерге теңесең кім болар едің? Мен білмеймін. Кітап оқымағанмын, сен сияқты саған Может, фильмдағы да болатын шығар. Мен кейіпкер болсам, мысалы, мен де даже ойлануым керек. десең, мен может мына беккедегі сияқты мына автор кім еді? Майк Вайкинг еді? Иә. Майк Вайкинг. Мынау не қылады ғой, бақыт несін зерттейді ғой. Мүмкін осы сияқты десең. Білмеймін. Может, не істесең, неде фильмнен де айтсам болатын сияқты. Фильмде де мұңқыр кейіпкер бар ғой. Мен кім болар едім? Қазір ойланайыншы. Мен қатты көп кітап оқыдым деп айта алмаймын негізі. Соған күшті сұрақ сияқты. Иә, күшті сұрақ. Кітаптағы кейіпкерлерін айтасың, мен кімді айтамын? Мен Энн болатын едім. Энн бар ғой. Энн деген бар ғой әлгі. Оранжевый шаштағы, оранжевый деген ғой. Рыжий, в общем. Ой, ана не бар еді ғой. Энн с двумя Энн деген фильм бар. Мен фильмнен айтқым келіп тұр просто. Ал кітап болса, кім болатын едім? Меніңше не болатын сияқтымын? Тәкаппар ғашықтардағы Элизабет болатын сияқтымын. Өйткені мен өзім ғашығым, сондай примерно Дарси сияқты болған қалаймын да. И өзімде табиғатым сондай сияқты, Элизабет сияқты көрінеді. Конечно, внешность ондай емес, но мне бы хотелось. Сондай болар едім. И сол ғасырда өмір сүргім келетін еді, сондай бір. Әрине, ғасыр өзі негізі оңай ғасыр емес. Бірақ сондай бір киім, сән салтанаты жағынан сондай ғасырда өмір сүргім келетін еді. Ал қазақтардан келетін болсақ, қазақтардан кім болғым келетін еді десең де. Қазақтарда өте қиын сияқты, өйткені әйелдердің бәрі бақытсыз десең де. Даже білмеймін, ешкім тағдырын қаламаймын қазақтардан. Бақытты өмір сүру үшін не маңызды деп ойлайсың? Жоқ, өтіп кетті уже. Бақытты өмір сүру үшін не маңызды деп ойлайсың? Бақытты өмір сүру үшін Алламен байланыспаңыз да. Аллахпен байланысың жақсы болса, қандай қиындық болса да не істемейсің, мойымайсың. Ол қиындықтардың бәрін андай жеңіл қабылдайсың. Аллахпен өзің жеңіл өмір сүресің. Ал Аллахпен байланысың үзілсе, бүкіл жерің күшті болып жатса да, ішіңде бір қуыс тұрады. Сол үшін негізі ең бірінші Аллахпен байланыс деп ойлаймын. Өзіме де ең бірінші айтамын. Бірақ тура сол ойлаймын, бірақ мысалы бақытты өмір сүру үшін кейбір нәрселер тоже керек сияқты да. Мысалға бұл біз өмір сүріп жатырмыз ғой. Сол үшін тек қана андай жеке өзім бақытты бола аламын деген ол дұрыс емес нәрсе сияқты. Бізге бәрібір бақытты болуға екеу керек деп қойсайшы. Жаңағындай ғой, мысалы бақытты болу үшін біздің ең бірінші андай ғой, денсаулығың жақсы болу керек. База. Иә, ең бірінші ол орында денсаулық да. Енді қарапайым қажеттіліктерін жаба алуың керек. Маслоу пирамидасы. Денсаулық, одан кейін не болу керек? Одан кейін жақын адамдарың, сенің айналаңда жақын адамдарың болу керек. Сенің отбасың жанында болу керек. Барлығы сенің алдында, олардың андай бақытты жүздерін көру, бірге олардың жанында болу деген сияқты, олармен бірге уақыт өткізу деген сияқты. Одан кейінгі мүмкін өзіңнің сүйікті бір ісіңнің бар болуы. Ол өте маңызды. Иә, еткізетін сияқты. Сон шүкіршілік. Иә, шүкіршілік, иә. Ақшаң нормально әрбір жаңағы берген нығметтердің барлығын көре алуың, оны сезіне алуың, оның бәрі бір бақыт сияқты. Иә. Жүректі жаңартып отыру керек. Біз бақыт сезінесің. Келесі сұрақ, егер бүгінгі күн өміріңнің соңғы күні болса, не істер едің? Өте қиын. Мне кажется, мен күнәларым үшін кешірім сұрайтын сияқтымын. Просто так. И адамдарға жақсы көретін адамдарыма. Жоқ, өзім бүйтем, бүкіл жақсы көретін адамдарыма хат жіберетін едім. Қағазбен хат жазып, хақымда қалай? Иә, қағазбен хат жазып, бүкіліне қалдырып кететін едім. Мына осыған деген сияқты ше. Бүкіл жақсы көретін адамдарыма. Потому что мен жақсы көретін туралы өте аз айтамын вообще адамдарға деген сияқты. Ал одан кейін енді өте көп күнәларым бар. Деген сияқты да. Сол күнәларым үшін көбірек не істейтін едім. Сол тәубе етіп, истихфар айтып деген сияқты да. Сөйтіп андай көп кешірім тілейтін едім деп ойлаймын өз басым. Несе? Саған негізі келсем, оған қосып кететін не бар? Менде андай сияқты мүмкін отбасы деп айта береді дей ма? Мүмкін шынымен де жақын адамдармен, отбасымен мүмкін уақыт өткізетін бе едім қайтадан. И оларға жаңағыдай сен сияқты жақсы көретінімді айтқым келеді. Сосын жаңағы тура неге сен сияқты тоже кешірім сұрағым келеді, ренжіген адамдарына деген сияқты. Бір кешірім сұрай аламын екен, ренжіген адамдар. Оған кешірім сұрау қиын емес, бірақ кешіру қиын десе.
жарайды, осымен сұрақ тамам. Қалай ұнады ма? күшті болды. Маған ұнады. Бағалап кетіңіздер біздің сұрақтарымызды. Бүгінгі күн қандай? Өзі прикольный екен. 15 март. 15 наурыз. 2025 жыл деп па? Осыдан бір 10 жылдан кейін ойлайтын адам сияқты. 10 жылдан кейін көрерміз, может. Болашақ жарларымыз көрер. Төсі. Сол Тек мадок секунд болып бір. Сонымен солай. В общем, солай. Бүгін ұнады маған сұрақ. Рахмет сұрақ дайындап келгеніңізге. Иншалла осылай алдағы уақытта күшті твердыларда берем деп үміттенемін. Әзірге осы бастамасы ғой енді. Бұл менің алғашқы сізге беріп жатқан сұхбатым десеңізші. Алғашқы кітаптарым шықсын. Сосын Шақыратын жерлер өте көп сияқты өзі. Шақыратын жерлер иншалла өте көп болсын. Бәріміз сондай болсақ екен. Бірақ мен қатты атақты да болғым келмейді. Атақты болғым келе ма? Атақты вообще болғым келмейді. Өмірің быт шығатын сияқты. Қателік жасасаң, ол қателігің өте үлкен болып көрінеді. Қателік жасауға болмайды. Сондай қиын нәрсе, өте қиын. Атақты болу өте қиын. А мне бы не хотелось атақты болу. Ну, бірақ кітабымның сұхбатына кітабым шықса, одан сұхбат алса қуана берер едім. Менде тек қана тоже өз ісімнің нағыз маманы болғым келеді. И өз ісімді андай сүйіп істейтін, махаббатпен істейтін адам болғым келеді. Күшті. Бірақ андай тоже танымал үшін емес, или басқа нәрсе үшін емес, андай өзін жақсы көріп, и адамдардың разылығын алу дейді ғой. Вот сондай олардың алғысын алу тоже күшті сияқты. Сөйлесесің ба? Давайте сөйлесеміз. Мен сахнадан көрдім да. Сақинаның күшті екен сол, жаңадан бері қарап қоямын. Өле қалай жатсың? Қара. Подождите, мен сахнадан көрсеткім керек десең. Бері шайтан дейді. Шашым ай. Блин. Сен әдемі болып тұрсың. Осы әдемі екеуміз всегда не болып келеміз бәрі. Сен әдемі болғанда мен емес десең. Сен менен қарағанда арықсың көрдің ба? Неге айпадта көрініп тұр тұрып? Сен алып мына жақтардан киім солай көрсетіп жатқан шығар. Мүмкін камера солай шығар. Қатты болып кеткен. Жарайды достар. Тамам. Мадок нәрсе болғандарыңызға рахмет.